Сәлеметсіздер ме 5-ші сынып оқушылары? Біз бүгінгі видеода Қазақстан тарихынан 4-ші тоқсанға арналған тәжірибе жұмысын орындайтын боламыз. Бірінші тапсырма. Авторларды олардың қалдырған деректермен сәйкестендіріңіз. Марцелин С. Ғұндар ертелі-кеш ат үстінен түспейде маңызды істер туралы кеңесетін болса, кеңесті де ат үстінде отырып та өткізеді. Екінші Приск Д. Ғұндар соғыс болмаған кезде тынығады, әрі қамсыз тіршілік етеді, әркім қолында барына қанағат етеді. Геродот А. Еуропада Меотида көлінің маңында өмір сүретін және басқа халықтардан ерекше скиф халқы бар, олардың аты сарматтар. Диодор сарматтар скифтердің жерін күшпен иемденіп, халқын қырғынға ұшыратты. Келесі екінші тапсырма. Деректерді және өз біліміңізді пайдаланып сұрақтарға жауап беріңіз дейді. Бірінші сұрақ. Ғұндардың көрші мемлекеттерін анықтаңыз. Үйсіндер, қаңлылар және Қытай. Екінші сұрақ. Ғұндар мен Ұлы Қытай қорғанының салынуы арасында қандай байланыс бар? Ғұндардан қорғану үшін Қытай мемлекеті Ұлы Қытай қорғанын салған. Үшінші сұрақ. Ғұндардың батысқа жылжуының негізгі себебін анықтаңыз. Ішкі тартыстар мен сыртқы қысымның күшеюінен. Төртінші сұрақ. Ғұндардың батысқа жорығындағы екі өзгерісті көрсетіңіз. Бірінші өзгеріс орталық Қазақстандағы Сырдарияның солтүстігіндегі, сондай-ақ Арал теңізі мен Каспий аймағындағы тайпаларды қозғалысқа түсірді. Екінші өзгеріс Венгрия жерінде Батыс ғұн империясын құрды. Үшінші тапсырма. Ежелгі Қазақстан жерінде өмір сүрген үш тайпалық одақтың орналасуын кескін картада көрсетіңіз дейді. Сіздерге мен картада көрсетіп қойдым. Келесі төртінші тапсырма. Ұлы жібек жолының маңыздылығын түсіндіріп, дәлел келтіріңіз. Ұлы жібек жолының пайда болуы және дамуы жібек саудасына байланысты. Біздің заманымызға дейінгі 2 ғасырдың орта шенінде жібек жолы елшіліктің және сауда-саттықтың тұрақты желісі ретінде қызмет атқара бастады. Ұлы жібек жолының бағыттары Иранға және Сирияға. Ұлы жібек жолы бойындағы мемлекеттер өздері өндірген тауарларды шетелдерге сата бастады. Мысалға, Қытайдан жібек тасымалдана бастады. Ұлы жібек жолы өз маңызын бүгінгі күнде де жойған жоқ. Әлемдік деңгейде Батыс Еуропа, Батыс Қытай трансқұрлықтық жолы салынуда. Осымен тәжірибе жұмысы аяқталды. Каналға тіркеліп, видеоға лайк басып, видеоны достарыңызбен бөлісе кетіңіздер.